Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздермен мақтадай жұмсақ бауырсақтың рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Осылай жұмсақ, қонақ келгенде ұялмай дастарханыңызға қоятын бауырсақ жасайтын боламыз. Бізге керектісі жылы су немесе сүт, тұз, қаймақ, дрожж, майонез және қант. Ыдысымызды алып, жылы суымызды құямыз. Тұзымызды қосамыз. Шамамен 1 чайный ложка. Қант қосамыз 2 чайный ложка. Одан кейін дрожж 1 чайный ложка. Араластырып аламыз. Қаймақ. Қаймақтың орнына сіз айран қоссаңыз да болады. Сары май қоссаңыз да болады. Мен осылай қаймақты қолданамын. Және майонез 2 чайный ложка жетеді. Суыңыз суып қалмай тұрып, тез-тез қамыр илейтін боламыз. Міне ұнымызды салдық. Қатты емес, жұмсақтау етіп қамыр илейтін боламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге менің түсіріп жүрген видеоларым ұнайды деген сенімдемін. Үйіңізде жасап көрсеңіз болады. Міне қамырымызды илеп болдық. Бетіне мен аздап сұйық май жағып, осылай пищевой пленка жабамыз да 2 сағатқа демалдырамыз. 2 сағаттан кейін ашқан қамырымызды аламыз. Аздап қолымызды майлап, жабысып қалмас үшін. Ұнмен жасасаңыздар да болады. Міне осылай қамырымызды 2-3 сантиметрдей етіп жайып аламыз. Домалақтап кессеңіздер де болады бауырсақты, қалауыңыз бойынша. Мен 4 бүріштілеп кезетін боламын, ромбик сияқты қылып. Қамырымызды кесіп, бір шетке алып қоямыз. 5-10 минут майымыз қызғанша. Майыңызды сәл көбірек құйып, бататындай бауырсақтарымыз қуырып аламыз, қызартып. Міне осында әдемі пампушка болып шығады бауырсақтарыңыз, жұмсақ мақтадай болып. Жасап көріңіз дәл осы рецептпен. Ас болсын.